Саламатсыздар ма? Бүгін біз тауық етінен рулет дайындаймыз. Бізге керегі тауықтың төс еті, саңырауқұлақ шампиньоны және пияз. Алдымен тауықтың төс етін екіге бөліп, әр бөлігін видеодағыдай жайып аламыз. Әр бөлігін пакетке салып, ас үйге арналған балтамен ұрып жұқалаймыз. Екінші жағын да дәл солай ұрып жұқалаймыз. Менде 3 грудка етті, әрқайсысын екіге бөлгенде 6 бөлік шықты. Келесі дәмдеуіштерімізді қосып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Пиязымызды майдалап турап аламыз және саңырауқұлақтарымызды жуып, тазалап, төртбұрышты етіп тураймыз. Алдымен құрғақ сковородкаға саңырауқұлақтарымызды қуырамыз. Саңырауқұлақтардың көлемі кішірейгенше қуырамыз және суы тартылғаннан кейін май қосып, үстіне пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Фольгамызды видеодағыдай дайындап аламыз және дәмдеуіштер сіңіп тұрған төс еттерді үстіне қойып шығамыз.
Қуырылған саңырауқұлақ пен пиязымызды осылай шетіне видеодағыдай салып шығамыз. Фольгамыздың шетінен ұстап, ақырындап ораймыз. Жақсылап нығыздап орап және жан-жағын қызып тұрған пешке 180 градусқа 1 сағаттан аса уақыт пісіреміз. Дайын болған рулетті видеоға түсіруге ұмытып кеттім, сондықтан да тек қана суретке түсіріп үлгердім. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді, сочный болып шығады.